Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күнім осы жер жинаумен басталды. Балалардың ойнайтын бөлмесін шашылып кетіпті. Пылесостап, қағып, сілкіп, керек емес ойыншықтардың бәрін лақтырдым. Аптасына бір рет осылай керек емес ойыншықтарды лақтырам, бірақ қайдан ойыншықтар келеді, бітпейді әйтеуір. Шетінен аламыз, шетінен лақтырамыз. Осы кіреберісті де жиі жинап тұрмасаң, жиі пылесостап шағын қағып алмасаң, балалар секіріп ойнағандықтан тамақ тасып жейді, арасында печенье бәрін, содан кейін тез шаң болып кірлеп кетеді. Бізде кухняда кілем жоқ болғандықтан осы құмды кухняда ойнауға беремін. Сыпырып жинап алғанға өте ыңғайлы. Бүгін еріншектігін ұстап кешкі ас жасамай, түсте жылытпа жедік кешегі кешкісін. Пицца, суши заказ бердік. Үйіміздің қасында сашими суши деген бар, өте дәмді. Қалада қанша жерден біз суши жеп жүрміз, бірақ осы жердегіге жетпейді, сондай дәмді. Сүйсініп тұрып жейсің. Біз айына 1-2 рет осылай пицца, суши заказ беріп жеп тұрамыз. Енді сушиді көп жеуге болмайды дейді ғой, ішінде жаңағы шикі балықта құрттар болады деп. Бірақ сонда да жегіміз келіп, анда-санда осылай жеп тұрамыз. Осылай кешке қарай отбасымызбен уақытымыз өтті, сонымен ұйықтауға жаттық.